up in the clouds. I'm jealous knowing we found something so ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Try to be when you're done. Well, Lord, return me to dust. Домбыра тобы. Үшінші топ. Асықтар. Біз сомасы ерекше болғаннан балалардың келесіне арналған. Жақсы жазықсың. Айша Небір кесенесі 12-ші ғасырда салынған сәулет өнері ескерткіші. Жамбыл облысы. Бұл тарихи нысан 11-12 ғасырларға жататын сәулет өнерінің бірден-бір тамаша үлгісі. Ою-өрнек сөзі қандай мағына береді? Ою-өрнекте үй жиһаздары, сәнді Таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқұр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында басқаны бар қарулы жігіт Суреттерге назар аударайықшы. Бірінші суретте не істеп жатыр? Екінші иттен қашып жүгіріп жатыр, иә? Мына суретте жарыста жүгіріп жатыр ма? Енді барлығы суреттер не? Яғни жүгіру, иә? Екінші суретті қарайық. Жүру, иә? Екіншісі? Қолмен жүріп жатыр. Мына жерде? Жүріп бара жатыр. Мына жерде серуендеп жүріп бара жатыр, иә? Барлығы қандай сөзді білдіреді? Жүру, иә? Келесі. Мына жерде не істеп жатыр? Мына жерде не істеп жатыр? Парашютпен ұшып жатыр, иә? Мына жерде супермен ұшып жатыр, иә? Ал мына барлығы нені білдіреді? Ұшу, иә? Келесі. Мына жерде не істеп жатыр? Мына жерде ән айтып билеп жатыр, иә? Мына суретте билеп жатыр. Ал мына суретте билеп жатыр. Барлығы несі білдіреді? Би, иә? Мына жерде не істеп жатыр? Барлығы нені білдіреді? Жүзу, иә? Ал ең соңғы сурет, мына жерде не істеп жатыр? Көтеріп жатыр, иә? Мына жерде кітаптар көтеріп жатыр. Тас көтеріп жатыр. Мына адамдар не көтеріп тұр? Туды көтеріп тұр. Барлығы нені білдіреді? Көтеру. Яғни осы іс-әрекет біз айтқан қандай сөздер айттық? Етістік. Бірінші не айттық? Жүру, иә? Жүгіру болды. Тағы? Жүзу болды. Ұшу болды, иә? Яғни осының барлығы бізде осының бәріне баяндауыш деп атасақ болады ма? Баяндауыш, яғни ол заттың іс-әрекетін білдіреді. Сонымен осы суреттердің барлығынан қандай ереже шығара аламыз? Яғни бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді біз баяндауыш деп атаймыз. Ол қандай сұрақтарға жауап береді? Не істеді? Не қылды? Қайтты. Дана оқыды. Қайтты. Естеді. Дана оқыды. Назағай жарқылдады. Қайтты. Жарқылдады, иә? Асан оқып отыр. Не істеп отыр? Жұптарымен бірге орындаңдар.
істейді? Сәйкестендіріп шығыңдар, иә? Дауыстап тұрып айтшы, Димаш. Арыстан не істейді деп. Орнан тұр. Арыстан ақыра түйе бұзайды, ат кісінейді. Арыстан ақырады, түйе бұздайды, жылқы кісейді. Кісейді, кісінейді, ит тиеді. Бұзау маңырайды. Ешкі? Ешкі маңырайды. Қой маңырайды, сиыр мөңірейді, ит үрейді. Ит үрейді, сиыр мөңірейді, қой маңырайды. Арыстан ақырайды, түйе боздайды, қой боздайды, жылқы түйе кісінейді. Тартады. Ал енді осы берілген суреттерді сәйкестендіріп шығыңдар, иә? Осы берілген сөздерді сәйкестендіріп шығыңдар. Жігіт, оны не істейміз абай? Жігіт не істеуі мүмкін? Жігіт жаттығу жасайды. Сосын намаз оқу үйреніп. Сосын? Ауылға барып атқа мініп шабады. Бізге басқа қатысып. Футболға қатысады, иә? Спорттарға қатысады. Ана жүгіре ма? Жоқ. Ана жүгірмейді ғой. Ана не істейді? Үсіреді, иә? Жігіт не істейді? Апай. Сәйкестендіріп болса, цифрлық ойын ойнайық, Иә. кім шығады? Мен Аяна, Айнель шығады.
Qarindosh qatormen. Alibi. Rayana. Bugungi saboqda o'ta belsindi qatnashgan, bor o'yinlarga belsindi shundan javob bergan. O'ta jurnalistlar жұмыс жасаған o'quvchilarga bugungi belsindagi ары қарай да осы талқылармен сабақта белсенді болыңдар, иә? Ne айтасыңдар? Рахмет.